астында күн сөнгенше сөнбейміз, ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар, сіздермен бірге Алаш партиясы жаншымыз. Бүгін біз 29 сәуір 2021 жылы Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында орналасқан саяжай тұрғындарына келдік. Негізі қазағымыздың алтын бесігі ауылымызда тұрған, ауылымыздың әдет-ғұрпын ұстаған апаларымыз осы саяжайларда тұрады екен. Саяжайларда көптеген шешілмей жатқан мәселелер бар екен. Осы апаларымыз бүгін қазір келіп отыр. Содан сұрақ алсақ, апа, сіздер осы саяжайда тұрасыздар? Біздер міне саяжайда тұрамыз. Бұл жерде саяжайда тұрғандардың көпшілігі оралман, саяжай толық. Мектебімізге оқушылардың санын, оқушылардың мектептің кішкене, оқушылар жетіспейді оқушыларға. Бастауыш сынып оқушыларымыз, бірінші класстарымыз неше километр жерге мектепке автобуспен барады. Таңғы қыста мұз, жазда тайғақ. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз оралман, дашник дейміз. Больницаға барайық, қай жерге барайық, қай жерден десе, дашыдан десе, дашы ма деп қарайды бізге. Көмек бермейді? Көмек береді. Бергенім менен саған дашысың ба деп басқа бөлек қарайды. Соның үшін бізге сіздерден өтініш бүкіл неден бізге ауыл статусын берсін. Халқымыздың саны жеткілікті бәрі. Көп, осы жерде айту Есік қаласынан көп болса, көп та аз емес. Көп балалы аналар бар бізде, инвалидстволар бар, көп барлық нелер. Біздерде барлық жетпейді, сосын су мәселесі жетпейді. Мысалы Есіктен келеді водопроводтан, бізге жолдан бермейді. Жолдан жаңағы клинкістілер бар, напор жоқ. Әр жылы 70 мыңнан, 20 мыңнан су шығарамыз. Көшені қазып, өзіміз шлангы тастап, өзіміз жасадық, әрбір көше өздері ақша шығарып. Ал орталыққа ақша жинадық, ол да жоқ. Мінекі су мәселесі, бізге судың мәселесін шешіп берсін. Ішімдік суын. 1.200 ақшамыз. Бір-бірден айтыңыздар, апа сіз айтыңыз. Саламатсыздар ма, Қазақстан. Осы мына балдарымның осы нені қолға алғанына рахмет. Біздердің проблемамыз осы 4-ші дачада тұрамыз. Балдарымыз көп, немерелеріміз кішкентай, ұзақ алыстарға мектепке барады. Келіндер шығаруына тура келеді. Қыста қатты қиын, сырғанақ, машина жоқ, жолдар жаман, мектеп керек бізге. Жолда асфальтта осы нелер, мектепті салып күшті поликлиникалар. Дұрыс по, мына құрдасың айтқаны, мына жаққа біздер больницаға неге барсаң, басқа жерлерге барсақ, дача, мына дачаныкі ма деп жаман көзбен қарайды. Оралман біз, оралман болып көшіп келді. Ауыл статусы керек бізге, дача керек емес, со бәр балдардың осы дачаның осы бәр жетіп келеткен елердің мына несі келешегі жарқын болу керек, бәр нәрсе болу керек осы. Дача болмай ауыл статусы болсын, балдар ойнап келсін, больница керек. Күшті мына нелер, мына детсаттар керек өкіметтің, осы көп балалы ана келіндеріміз бәрі қиналып жүреді, немерелер жылайды, таңертең ерте тұрады, шығарады, күтіп алады, қатты қиналып кетті. Мектеп салып берсін, осы 4-ші дачаға бәрін ненің, осы ауылдың дачаның нелерінің атынан сөйлеймін. Инвалид мүмкіндігі шектеулі алдыңыз ба? Сізді шығармай жатыр ма? Міне көрдіңіздер ма, құрметті қазақстандықтар? Сіздер міне жақында ғана бізден 2 күн бұрын Алматы облыстық жаңағы көп салалы поликлиникада қандай жағдай болған естеріңізде ғой? Мен жаңа қайнакеме байланысты, ақша талап еткен. Міне, мына кісілердің бәрі облыстық ауруханаға емделу керек. Міне, мына кісі келіп отыр. Бұл кісінің құлағы естімейді екен. Бірақ бұған инвалидность бермей отыр. Сіз былай істеңізші. Қазір миграциялық полициямен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Сіз өзіңіздің атыңыздан біздің партияның атын арыз жазасыз. Осындайда произвольный форме, осындайда күйеуім Өзбекстанның азаматтығы, бірақ азаматтықтан шығарамай отырмын деп. Менің білуімше үлкен проблема тудырып отырған. Қазір посольствоға барсақ Өзбекстан уақыттары жоқ, мерзім соза береді, 1 жыл, 2 жыл. Сондықтан біз жаңа миграциялыққа шығып, жүйелі түрде сөйтіп шешеміз. Мен өзім көрдім азаматтар қалай қиналып жүрген. Жемқорлық рисклары бар, посольствоға барсаң айтпайды, дұрыс жауап бермейді. Сондықтан арыз тастап кеттіңіз. Арыз тастауының негізі Айбек Бидайев күйеуіңіздің атынан. 1 жылға неғып отыр, күйеуіне Айбек Бидайев көмектесіп отыр. Жоқ, көмектескен прописка керек жоқ, азаматтық алу керек қой. Азаматтық. Тұрақты жер болмағының прописка жоқ, АСП сондай нәрсе алатаймыз. ЕЦП-ңыз бар ма? ЕЦП-надан болған, осымен пособие прописканы жоқ болса бермей жатыр ғой. Сіз былай істейсіз, қазір ана кісіден кейін балаңыз болған соң кездесіп отырасыз. Содан кейін ана жерде біз арнайы арыз дайындап келдік. Құрылатқан партиямыз 3 жыл болып халыққа көмектесіп жатырмыз. Ана жерге жазасыз, жалғыз басты анамын деген жер бар. Иә деп жазына жазасыз.
одан кейін АЭС баламай жүрміз, баспанамыз жоқ деп жаңа жазып, атып жүрміз, телефонымызда кетесіз. Қазір сіз сияқты келіп жатқан адамдармен қосып бірге шешіп береміз.